Енешка! Айналып қана кетейін, өрт жапты ма айту? Ештеңе де болған жоқ. Ана балаң звондады. Концертке билет алып қойған екен, соған мені тосып отыр. Соған мен дайындалып жатырмын. Ана не деп еді Құдай-ай? Ана Ермешканың ужинін дұрыстап берсін дейді. Енді күнде беріп жұмыс қой, қарағыма оның несін айта бересің қайтты. Енді әлгі спокойной ночи малыши деген жатқызсын деді. Онысы қайсет тағы? Спокойной ночи малыши деген передача бар емес пе телевизор. Анау көгілдір көкпөттен шығатын бөле бе? Сонан кейін ұмыттырып жібереді. Тағы немен айтып еді? Иә, айтпақшы, анау садикке киетін киімдерін даярласын деді баланың. Енді күнде дайындап тұрмыз ғой, шырағыма өзің дайындағандай сөйлейсің. Между прочим, Енешка, между прочим, вот сіздің тәрбиеңіз Ермешка кейінгі кезде пистет қоятын болып жүр. Соны дұрыстап тосқызып ұйықтатыңыз. Кіші етеді десейші, айналайын, енді күнде істеп жүрген кәсібіміз ғой, оны несін айта бересің, қарағыма енді білеміз ғой. Айналып қана кетейін. Бүгін қандай әуен болар екен, бір жақсы бір әуен болса шіркін, мен билеп, бір жыным келеді осы. Осы үйден құтылсам менің арманым болмас еді осы. Бір шығып сейілгім келеді осы, бір. Осындай бір әуен. Енешка, шынында да керемет әуен, Айналып қана кетейін ау, секеңдеп билей бергенше маған анау бір бөфет алып берсеші. Ой, Господи. Секеңдеп билейсіңдер, уақыттарында көп, айналайын енді жетеді ғой, дегенмен жетеді, мына ермек жаным есейіп кетті, айналып қана кетейін, өзім білесің бе де шегін. Не могу, я уже не могу. Енешка, в конце концов, мен инкубатор емеспін, білдіңіз бе? Біреуінің де заботасы вот так, надоело, мне надоело. Вот так болса, вот так шығар, шырағым-ау, енді жаңғыз болғасын еркелетеміз, енді Құдай-ау, өзі жалғыз болғасын енді қайтеміз, енді қолымыздағы барымызда, нарымызда соны ермек жанымыз енді. Тұрмай, мен сендерге еркелетпедім бе? Өздерің емес пе, кемпір шал екен отырып, ермешка, мермек жаным деп таңертең кешкедей собаланы еркелетіп әбден бұздыңдар, енді кеп маған жалобы түсетесіңдер. Надоели вы мне, понимаете? Надоели. Ойбай-ау, қарағым келін-ау, оны айтып отырғаным жоқ қой, шырағым-ау, жалғыз болғасын еркелетеміз де енді. Ай, осы 10 баласы бар үйде. Қандай ғана өз арман бар екен. Ойпырмай енді. Құдай-ау сақтай көр, түсінсеңізші, Енешка. Конце концов, жылауғым менің, ботам менің деп әбден еркелетесіңдер, менің қандай жазығым бар енді. Ойбай-ау, келінжер-ау, мен оны айтып отырғаным жоқ қой, шырағым-ау. Мен анау папалайтын да, анау мамалайтын да, дедушкалайтын да, бабушкалайтын да, жаңғыз өз еркекшат өз іші пысат байғұс балалы өз сендер киносиналарға кеткенде анау дедушкасын өзі папа болып дедушкасын бұрышқа тұрғызып қояды байғұс бала, қайсы деді іші пысат? Ах, шіркін, мен болсам екеуіңді қоса тұрғызып қойырым. Қарағым-ау, бір күні келіп маған айтады, Құдай-ау, бабушка, айналайын бабушка, Құдай-ай, маған тышқан ұстап бер, тышқан ұстап бер, тышқан ұстап бер, қайда ұстап берем, тышқанды жоқ тышқанды, Құдай-ау. Енді ұстап беріңдер, тышқанда, что, проблема, что ли? В конце концов, Енешка, это же не андатор. Ойбай-ау, келін жанау, қазынаның үйде тышқан қайдан болсын айналып қана кетейін енді. Енді анау сығанның өзі бір бейтін 5 сомға сатып жүр дейді ғой, енді оны қайдан табады жоқ нәрсе. Ойпырмай, енді тіпті шын іздеген адам әрқашанда табады. Табыңдар, іздесеңдер табылады. Енді айналып қана кетейін, енді ермек жанымыз өзі жаңғыз өзі айналып қой, өзің түсін енді. Енді Құдай-ау, мен енді оны ұстап бермейді емес, тышқанда табармыз, Құдай-ау, бірақ енді солай жалғыз өзі болғасын енді айтып атқан сөзім қой. Енешка, хуже будет, хуже. Бисмилlah. Екі тышқан ұстауларға тура келеді. Надоели вы мне. Ой, адырақ алғыр, аш кетті ғой.